Birinci əsr intellektual potensial, oy fikir hem mənəviyyat əsri. Barğan sayın ilim hem teknika aravajlanıp, ullu maqsidler jolunda jarqın kelişekке tikar salındı. Elbette, bunun da жақсы baslama qalqımızdı ullu dörütüşlük islerge ruhlandırmaqda. Qalqımız әйемгі дәуірден бастап teri hem onu qayta isleu usullarından keng paydalangan. Күнделіклі тұрмыс тіршілігінде теріден ісленген өнімлерді тұрақлы қолланып келген. Тері материаллары арнаулы түрде қолда ісленіп таярланған. Ал бүгінгі күнде заманауи технологияның жетіскенліктері дәуір жаңалығы болып тұрмысымызға енгізіліп атыр. Пайтақтымыз Нүкіс қаласында теріні қайта істейтін шерім карханасы іске түсті. Тұрмысымызда жүз берген экономикалық, сияси hem рухи өзгерістер халқымыздың тұрмыс абаданлығына hem бақытлы келешегіне текар салып атырғанлығын айтып өту орынлы. Республикамызда шет ел инвестициясы қатынасындағы карханалар саны артып, істеп шығаратын өнімлер көлемі де көбейді. Әне осындай бірге істесу нәтижесі заманауи технологиялар текарында теріні қайта істеп шығаратын Orient Technology Өзбекстан Кипр қоспа карханасы өз жұмысын баслады. Korxonamiz 2011-yil O'zbekiston Kipr qo'shma korxonasi tashkil etilgan bo'lib, bu yerda asosan terini qayta ishlash sexlari mavjud. Ushbu sexlarda bir yilda 4800 tonna yirik shoxli qoramollarning terilari qayta ishlanadi. Bu degani oyiga 400 tonna terini qayta ishlanadi. Asosan bu xomashyolarni Qoraqalpog'iston Respublikasi va O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan keltirilmoqda. Hozirgi kunda bu terini qayta ishlangan mahsulotlarni asosan chet ellar bilan shartnomalar olib borilib, ya'ni qo'shni xorij mamlakatlar bilan Turkiya, Gretsiya, Italiya va Rossiya davlatlari bilan eksport qilish rejalashtirilgan. Bu yerdagi zavoddagi asosan uskunalar Italiyadan keltirilgan bo'lib, zamonaviy Italiya firmalari tomonidan jihozlar o'rnatilgan. Bu mustaqilligimiz sharofatdan bu korxonalar tashkil qilib, qo'shma korxona ishga tushirildi. Teri adamlarning erteden beri turmusluk muhtaji uchun qo'llanib kelgan materiali. Bizning davrimizga shekim eski qayta islangan teriler jetib kelgan. Mal terisini arnalı isleu berilib tayyorlangan material sherim deb atalib, teriga suv burqib, ham so'ngidan kesbetlik ағаш bilan urib, sherimni tegislab islab kelgan. Terini qayta islaganda teri tuzlanib, keyin ximiyalik aralasmalarga singdiriladi. Terini isleu ayimning keltirgan usul. Ondan ko'p narsa alingan. Bugun terini qayta isleu ulkan sanoat turine aylandi. Hozirgi vaqtda teri zamonaviy texnologiyalarda qayta islanganlikdan uzoq vaqt saqlanadi. Terini ximiyalik yo'llar bilan qayta isleu orqali sapa darajasida artdi. Rivojlangan yerlarda teridan foydalanуга bo'lgan talab o'g'ada kuchli. Karxanada kelişekte uzaқты көздеген maqsadlar bas бағдар етіп алынған. Бұл жерде жаңа өнімлерден алдағы уақытларда үскі һәм аяқ киім істеп шығару жобаластырылып отыр. Әлбетте, бұл халқымызды жұмыспенен тәминлеуде ұнамлы басылмалардың бірі болады. Karxana қызметкерлері үшін барлық қолайлықтар жаратылған.
Қазіргі уақытта карханада қарамал терілері қабылданып атырса, жақын келешекте завод қой ешкі терілерін қайта істеу һәм тері өнімдерін істеп шығаруды назерде тұтпақта. Заманауи технологиялар менен жұмыс істеу дәуір жаңалығы. Онда іс өнімдарлығы артады. Өнім сапасы жақсыланады. Адамларда минетінен рахатлену тұйғысы оянады. Карханадағы жаратылған жақсы қолайлықлар да еркін минет һәм ұлы дүрітушілік істердің сағасы саналады. Ұлы мақсат жолындағы ұмтылыстар еліміз экономикасын, күш құдіретін бекемлеп, айдын келешекке басылай береді. Халқымыздың байлығы сыналған ана жер бетінде қаншадан қанша хасыл маржанларымыз бар. Хасыл ғазинеміздің бірі саналған боян тамырдың даңқы дүнияға таралып, еліміздің байлығына айланды. Бұл кең жазық далаларда зәбердес халқымыздың ырысқылары өніп, берекеттің тұқымы шашылған. Бұнда тіршілік қазаны қайнап атыр. Дүнияға даңқы кеткен боян тамыр хасыл ғазинеміз саналады. Хақиқи шикізат өнімі біздің жерімізде. Ана жеріміз байлықларына хәуеспенен қарайтуын сырт ел қанигелері мұдамы бірге істесу тәрептары. Қытайлы технолог Чжан Юй Махамаддин Абдреимов басқарған Муфтулла Махамаддин фермер қожалығындағы боян атыздарын көзден өткерер екен, ана табиатымыздың сақилығына тән береді. Ана жеріміздегі хасыл ғазинеміз ұлы істердің баслануына тикар жаратты. Шымбай районында 2011 жылдың 8 август сәнесінде Шымбай Ланвуд қоспа қарқанасы ашылды. Салтанатлы мәресімде сөзге шыққан еліміз һәм район басшылары 5 қаланың бірі саналған Шымбай елатында бой көтеріп атырған жаңа кархананың құтлы ісіне сәтлі қадам тілеп, үлкен сенім білдірді. Ілім һәм техниканың рауажланған дәуірінде ешбір нәрсені ысырап һәм зая етпей пайдалану заман талабы. Кархана үшін шикізат өнімлерінің осы аймақтан жетілістірілуі уақыт һәм қаражеттің үнемленуіне алып келді. Шымбай районындағы Лан экстракт қоспа карханасының іске түсірілуіменен экспорттың ұлыма көлемі өсті. Шымбай Ланвуд қоспа карханасында құрылыс үшін зәрур болған ДСП құрылыс материалы істеп шығарылмақта. Кархана заманауи технологиялар менен үскөнеленіп, жергілікті бәсекеге шыдамлы өнімдер істеп шығаруға үлкен әхмиет қаратқан. Қытайдан алып келінген заманауи үскөнелерде материал істеп шығаруда Лан экстракт қоспа карханасынан шығып атырған боян тамыр шығындыларынан һәм басқа да ағаш қиындыларынан шикізат өнім сипатында пайдаланады. Landtrakt is invented by Chinese company Luoyang Lanbing with together with 2006 жылы
Lan Extract қоспа карханасы, Қытай Loyang Lanbin компаниясы менен Mark Smart Өзбекстан компаниялары арасында ашылып, 3 миллион ақш доллары муғдарында инвестиция кірітілді. Lan Extract карханасының боян тамыр шығындыларын қайта істеу мақсатында 2008 жылы Шымбай Ланвуд қоспа карханасы шөлкімлестірілді. 2010 жылы карханаға жаңа үскөнелер алып келініп, 2011 жылы орнатылды. Кархананың істеп шығару қуаты жылына 15 мың метр куб ДСП өнімлерін істеп шығарады. Бұның менен шекленіп қалмай, жаңа ережелер қойыппыз. Мысалы, ДСП-ны ламинациялау цехын орнату. ДСП-дан мебель өнімлерін істеп шығаруды ережелестіріп отырмыз. Карханамызда келешекте 500-ге жақын адам жұмыспенен бәнд болады. With them, the help together, we build the factory. We hope in the future will be more successful. Шымбай Ланвуд қоспа карханасы директоры Бахауаддин Абдуллаев еліміз санағатын рауажландырудың мақсатлы бағдарын көздеген ұнамлы істің басында. Импорт орнын басушы құрылыс материалын істеп шығаруда. Оның сыртқы базардағы бәсекелестікке шыдамлығын тәминлеу үлкен әхметке ие. Шет елді шериклер менен өзара бірге істесу жақсы жолға қойылған. Бұнда еліміздің шет елді инвесторлардың сенімін бекемлеу үшін барлық шараятлар жаратылғаны әхметлі фактор болмақта. Осы себеплі еліміздің инвестициялық потенциалы жыл сайын артып бармақта. Экономикамыз болса, және де жоғары пәтлерменен рауажланбақта.